Өткен жолы Мамай және оның ұрпақтары туралы айтқанбыз. Қазір Едігейдің ұрпақтары, соның ішінде Урусовтар және мына Юсуптар әулеттері туралы сөз болады. Сонымен Едігей 1419 жылы қаза болады. Тоқтамыс және оның балаларымен соғысып, Едігей қаза болғаннан кейін оның ұрпақтары соның ішінде Мусаның кезінде, Муса деген Ноғай ордасы егеменді болады. Сол Мусаның балалары билікке таласады. Соның біреуі Исмаил, екіншісі соның бауыры Юсуп. Юсуп Ресей Москва князьдігіне қарсы болады. Бірақ та 1544 жылы ол билікке келгенде, би болғанда, Москва князьдігі Петр Тургенев деген адамды жіберіп, мына соның бауыры Исмаилды Москва князьдігіне тартады. Сөйтіп Исмаил Москва князьдігін қолдап, ақыры көтеріліп, өзінің бауыры Юсупты өлтіріп, осы Исмаил би болады. Артынан Юсуптың балалары Исмаилмен соғысып, одан кейін барар жер болмағасын шақырғандан кейін, деп ойлаймын мен, Москва князьдігіне қызметке кетеді. Артынан бұлардың балалары кеткен жаңағы Юсуптың ұрпақтары шоқынып, христиан болып, ақыры Москва князьдігіне қызмет істейді. Енді міне қарасаңыздар, мен қолда бар материалдармен таблица схема сыздым. Міне қарасаңыздар, Юсуптың ұрпақтары. Егер де біз санасақ, мына Едігейдің атасынан, то онда оның жетінші буыны Юсуп би болған адам. Ал жаңа Юсуптың жетінші буыны бұл Николай Борисович Юсупов. Бұл кісінің жаңа ерекшелігі, бұл кісі 80 жасында қайтыс болған. Сол осы жасында бұл Екатерина екіншіге, одан кейін Павел біріншіге, одан кейін Александр біріншіге и Николай біріншіге қызмет істеген. Сөйтіп бай болған, шен-шекпен киген адам. Осының баласы Борис Николаевич Юсупов 1849 жылы қайтыс болады. Және оның баласы Николай Борисович Юсупов младший дейді, кіші. Осы ер балалардан соңғы. Енді санасақ, мына Едігейдің өзінен, онда оның жетінші буыны Сейуш болады, ал оның Сейуштың жетінші буыны жаңағы ең соңғы еркек Николай Борисович Юсупов, кіші. Соның бір ғана қызы болған, Зинаида. Сол мына Феликс Сумароков Эльстанға граф тұрмысқа шыққан, солардың балалары Феликс Юсупов деген болған. Бұл енді мына Юсуптарға жиен болып келеді, себебі қыздан туған. Бірақ та баласы болмағандықтан, мына Николай Борисович Юсупов 1884 жылы өзінің қызының күйеуіне, жаңағы Феликс Сумароков Эльстанға өтініш жазады, өзінің титулын және таңбасын, гербін қызының күйеуіне, граф Феликс Сумароков Эльстанға беруіне өтінеді. Сөйтіп, олардың балалары Феликс Юсупов жаңағы дүниеге келіп, осы Феликс Юсупов мына Распутинді өлтіруге қатысып, ақыры революциядан кейін шетелге кетіп, 1967 жылы қайтыс болады. Осыменен мына Юсуптардың осы буындары бітеді. Оның ерегіндегі қызы бар, енді о жағын қарастырмаймыз. Ал мына таблицаның енді екінші, мына сол жағына қарасаңыздар, Ибрагим. Оның да баласы, немересі, жаңағы шоқынған, христиандық алған, Никита деп Ибрагим. Бірақ олардың балалары болған, Василий Большой дейді, үлкен, және Андрей. Бұлардың ұрпақтары туралы менде ешқандай ақпарат жоқ.
қалай болды. Соныменен Юсуповтар әулеті екі рет, мына Едігеден бастағанда 7 буыннан 2 айналым болып, екінші айналымның аяғында бұлар да тарихқа кетеді.